Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар, сіздермен бірге Республикалық Қазбілім орталығының қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі Байсхан Арай. Бүгін біз сіздермен жаңа тақырыппен танысатын боламыз. Бүгінгі тақырыбымыз халық ауыз әдебиеті. Естеріңізде болса, өткен сабақта ежелгі дәуір әдебиетінде біз түркі халықтарына ортақ мұра екендігін айтқан болатынбыз. Дәл осындай түркі халықтарына ортақ мұра, бірақ авторы және қай кезде шыққан уақыты белгісіз ауыздан ауызға тарау арқылы жеткен туындылар бар. Сондықтан ондай туындыларды біз бөлек тақырып ретінде халық ауыз әдебиеті деген атаумен аламыз. Енді халық ауыз әдебиетінің жазба әдебиеттен қандай айырмашылығы бар десеңіздер, басты үш ерекшелігін және төртінші қосымша ерекшелігін айтуға болады. Яғни бірінші басты ерекшелігі белгілі бір автор жоқ. Мысалы, бір мақалды айтатын болсақ, ол мақалдың қашан шыққаны, кім шығарғаны бізге нақты анық емес, белгісіз. Яғни мысалы, жақсыдан жаман туса емі болмас, жаманнан жақсы туса теңі болмас деген мақалды алсақ, оны кім шығарған бізге түсініксіз. Авторы жоқ, сол сияқты қаншама жырлар бар, авторлары белгісіз. Екінші, бір шығарманың бірнеше нұсқасы болады. Яғни бұл ауыздан ауызға тарау арқылы жеткендіктен, мысалы, маған келіп бір адам айтса, мен оны 100% ол кісі қалай айтты, бүкіл сөздерін есіме сақтау мүмкін емес, себебі мен компьютер емеспін ғой, адам. Яғни оның ішінде мен 80% негізгі ақпараттарын сақтап, қосымша өзім ойдан қосып жіберуім мүмкін. Солай нұсқалар пайда болады. Яғни біз мысалы айта аламыз, Қобыланды батыр жырының 29 нұсқасы бар деген сияқты. Яғни нұсқалар, варианттардың пайда болуы және оны жырлаушылардың өзіндік ерекше ой таным түсініктерін, кейіпкерлерді қосуы міне осындай ерекшелікке әкеледі. Және үшінші ерекшелік синтаксистік қайталау. Синтаксистік қайталау, тұрақты ұйқастар, сөздер мен сөйлемдердің, кейіпкерлер мен оқиғалардың қайталануы жиі кездеседі деген кезде, синтаксистік қайталау дегенге назар аударыңыздар. Бізде барлық ертегілердің бәрі ертеде, ешкі жүні бөртеде, қырғауылы қызыл екен, құйрық жүні ұзын екен деп басталады. Яғни синтаксис саласында қазақ тілінде сіздер сөйлемдерді, сөз тіркестерін қарастырасыздар. Сол тіркестердің, сөйлемдердің қайталануы міне бізде ерекшелікті көрсетеді. Және тұрақты ұйқастар дейді. Мысалы, батырлар жырын алатын болсақ, баяғыда бір бай болыпты, төрт түлігі сай болыпты, бірақ бір перзентке зар болыпты деген түсінік, таным, ұйқас қайталанып тұрады. Және де кейіпкерлер мен оқиғалардың қайталануы дейді. Мысалы, біз Жәдігер деген бір ғана кейіпкерді алайық. Ол Алпамыс батыр жырында Алпамыстың ұлы, және Қамбар батыр жырында Әзімбайдың Қамбарға жіберген елшісі. Сол сияқты Қараман деген есім бізде батырлар жырында көп кездеседі. Кейіпкерлердің есімінің қайталануы, тіптен жай ғана айта салуға болады. Қобыланды батыр мен Алпамыстың екеуінің де анасы аналық, екеуінің де қарындасы қарлығаш. Бір есім қайталанады. Және оқиғалардың қайталануы. Мысалы, Қобыланды батыр жырында болсын, Алпамыс батыр жырында болсын, оқиға басындағы сюжет бірдей. Яғни ата-анасының тұрмыстық ахуалы суреттеледі, олар бай болады, төрттілігі сай болады, бірақ баласы болмайды. Және сол балаға зар болып, жастары ұлғайған шағында олар әулие әнбиелердің басына түнейді, сөйтіп өздеріне перзент сұрайды. Және оларға перзент беретіні туралы түстеріне аян арқылы жеткізеді. Міне бұл бізде оқиғаның қайталануы. Және ондай оқиғалар тізбегін санамалап көбейте беру керек болады. Енді төртінші ерекшелік, жалпы халық ауыз әдебиетін біз синкретті өнер дейміз. Синкреттілік деген тоғыспалы деген сөз. Яғни бірнеше өнерлердің қосындысынан тұрады. Мысалы, жай ғана айтыс алайық. Бізде айтысатын кезде міндетті түрде суырып салмалық керек. Яғни бірден сөзді ұйқасқа құру арқылы өлеңмен айту. Екінші міндетті түрде музыкалық аспапта ойнай алу керек. Ол домбырада болсын, сүйемелдеп өзінің жырын жеткізеді. Және ол жерде міндетті түрде шапшаңдық логиканың бірден жылдам екінші қарсыласына жауап беру үшін логикалық жылдамдық керек, логикалық ойлау жүйесі мықты болу керек. Және төртінші ерекшелік таным түсінігі. Яғни кез келген сұрақ қарсыласы қойғанда соған жауап бере алатындай білім кеңістігі мол болу керек. Міне осындай бірнеше өнерлердің, білімдердің тоғысынан келіп синкретті өнер деп айта аламыз. Осындай төрт ерекшелігі бар. Жай ғана мақалдың өзі бізде ұйқасқа құрылады. Оның өзі бір ерекшелік. Енді халық ауыз әдебиетіне қандай мұралар жатады десеңіздер, экранға назар аударыңыздар. Яғни ең бастысы ол бізде тұрмыс салт жырлары, одан кейін ертегілер, аңыз әңгімелер, шешендік сөздер, тарихи жырлар, жұмбақ пен жаңылтпаш, айтыс, батырлық немесе
терминдік атауымен эпостық жыр, мақал мәтелдер және лиро эпостық немесе ғашықтық жырлары. Яғни осындай бізде тармақшалары бар. Бүгін біз сіздермен тұрмыс салт жырлары және ертегілер тақырыбымен танысатын боламыз. Яғни тұрмыс салт жырлары дегеніміз не десеңіздер, міндетті түрде атауға назар аударып отыру керек. Яғни тұрмыс және салт деген сөздер. Тұрмыс біз білеміз қазақ, яғни біз қазақ деген ұғым этнос қалыптасқанға дейін біздің тұрмысымыз қандай болды? Біз немен айналыстық? Қандай шаруашылықпен айналыстық? Яғни біздің басты кәсібіміз мал шаруашылығы болған. Сонымен қатар біз күнкөрісте аңшылықты қосымша шаруашылығы ретінде алған болатынбыз. Біз 19 ғасырға дейін Ресейдің құрамына кіргенге дейін, Кеңес өкіметінің құрамына кіргенге дейін біз егін шаруашылығын басты шаруашылық ретінде қарастырмадық. Сол себептен осыны ескеріңіздер. Яғни біздің жырларымыздың көбісі сол өзіміздің ата кәсібімізге байланысты, яғни төрт түлікке байланысты болып келеді. Сондықтан бұл тұрмыс салт жырларының ең бірінші тобы төрт түлік малға, оның ішінде еңбекке және аңшылыққа байланысты туған жырлар жатады. Яғни оның ішінде төрт түліктің балаларын сүйуі деген сияқты, немесе әрбір жаңағы пірлерге арналған, мысалы қойдың бірі Шопан атаға арналған, жылқының бірі Қамбар атаға арналған, осындай тақырыптағы мазмұндағы жырлар. Сонымен қатар аңшылыққа байланысты міндетті түрде ұлттық бірыңғай тестілеуде сұрақ келеді. Яғни қазақтың таным түсінігінде сұлулықтың символы болып саналатын аң мен құс деген. Яғни сұлулықтың символы болып табылатын аң бізде ақбөкен, құс аққу. Міндетті түрде бұны сіздер еске сақтауларыңыз керек. Ақбөкен, жалпы ақбөкен, киік тұқымдасына байланысты біздің жырларда көп кездеседі. Білесіздер, жаңағы Жошы ханымға ақсақ құлан, ол да ақбөкен тұқымдас аң. Ақсақ құлан аңызында кездеседі, және аққу. Аққуға байланысты біздің Мұқағали Мақатаевтың аққулар ұйықтағандасы, Сәкен Сейфуллиннің аққудың айырылуы сынды туындылары бар екенін білеміз. Яғни қазіргі заманға дейін бұл таным түсінік бізге жетіп отыр. Енді бұл бірінші топшаға біз тағы да плюс Наурыз мерекесіне байланысты жырларды қоса аламыз. Себебі Наурыз мерекесі бізде қаншама ғасырлардан бері тойланып келе жатқан біздің ұлттық төл мерекеміз, біздің жаңа жылымыз болып саналады. Сондықтан бұл тұрмыс салт жырларының ең бірінші тобы төрт түлік малға, жалпы кәсіпке және тұрмысқа байланысты туған өлеңдер десек болады. Өлең жырлар. Енді екінші топша баланың дүниеге келуіне, есейіп ер жетуіне байланысты. Яғни бала дүниеге келген кезде біз қандай жырларды айтамыз? Абайдың өзі айтады ғой, туғанда дүние есігін ашар денең, ашар өлең деп. Яғни біз қазақтар немесе түркітектес халықтардың ерекшелігі, дүниеге келген кезден бастап біз өлеңді естіп және дүниеден озған кезге дейін өлеңмен біздің өміріміз өрнектеледі. Яғни дүниеге келген кезде біз балаларға міндетті түрде бесік жырын айтамыз, әлде және мысалы бесікке бөлердің алдында аластау жыры бар, әртүрлі мазмұндағы жырлар бар. Одан кейін есейіп ер жетуіне байланысты ер бала болса, қыз бала болса, әртүрлі мазмұндағы жырлар туындай бастайды. Яғни мысалы атқа отырғызған кезде, немесе жаңағы сүндет той, немесе жаңағы шілдеханасы деген сияқты әртүрлі салт дәстүр мерекелермен қатар пайда болып туындап отыратын жырлар. Немесе жаңағы тұсау кесеріне байланысты. Тұсау кесер міндетті түрде сұрақтар болады. Тұсау кесерді жаңағы тоқ ішекпен тұсауын кеседі баланың, немесе қарала жіппен. Оның өзінің белгілі бір мазмұны бар. Және жырдан міндетті түрде сіздер үзінді жаттауларыңыз керек. Себебі жырдан үзінді береді да. Мысалы, өткен жылы мынандай сұрақ болды ұлттық бірыңғай тестілеуде. Яғни баланың болашақ өміріне деген алаңдаушылықты білдіретін өлеңді табыңыз деген. Баланың болашақ өміріне қайсысы алаңдайды? Тұсау кесерде алаңдай ма, әлде бесік жырда ма деген сияқты. Сол кезде сіздер мәтіннің мазмұнынан хабардар болсаңыз, қиналмай жауап бересіз. Яғни ол жерде бесік жыры болады, себебі анасы бесік жырын айтып отырған кезде баласына болашақта сен жаңағы егінші болар мекенсің, малшы болар мекенсің, жылқышы болар мекенсің, мерген болар мекенсің деп баланың болашақ өмірінде кім болатынына бір алаңдаушылық білдіреді. Ал тұсау кесер жырында ол жалпы мақсаты ала жіпті кесу, ол біреудің ала жібін аттамасын, яғни жақсылық болсын өмірінде деген мазмұнда кесіледі. Яғни осындай ерекшелікті есте сақтауларыңыз керек. Енді үшінші топша үйлену салтына байланысты туған өлең жырлар. Оған бізде тойбастар, жар-жар, беташар және сыңсу жатады. Жар-жарға келетін болсақ, бұл ең алғаш пайда болған
топтық айтыс деп айтсақ болады. Себебі қыздың жұртынан бір топ адам және жігіттің тобынан бір топ адам шығып, той үстінде айтысады, сөз қағыстырады. Беташар ол жалпы мақсаты жаңа түскен келінді сол жұртына таныстыру. Ол да сұрақ ретінде келеді, яғни жаңа түскен келінді жұртына таныстыру өлеңі деген. Ал сыңсу бізде ұзатылып бара жатқан қыздың өзінің ел жұртына қоштасу наз мазмұнындағы өлеңі. Яғни бұны бізде элегиялық сарындағы өлең деп атайды. Элегия деген жалпы көңіл күйдің бір толқынысын көрсететін, сезім деген мағынаны білдіретін сөз. Яғни сыңсу ол қыз өзінің жұртын қимай қоштасып жатқан кезде сол көңіл толқынысын жеткізеді. Енді элегиялық сарынға тағы да бізде 4-ші топшаның өлеңдері толық жатады деп айтуымызға болады. Өйткені бұл нақты көңіл күйді білдіретін өлеңдер. Оның ішінде әрине бізде қоштасу жыры, естірту жыры, көңіл айту, жоқтау. Соңғы үшеуі бізде адамның қазасына тікелей байланысты болса, қоштасу жырлы әртүрлі мазмұнда болуы мүмкін. Ол мысалы туған жермен, елімен қоштасу. Бізде ұлттық бірыңғай тестілеуде қоштасу мазмұнына байланысты ең ерекше туынды ол Ай мен Таңсықтың айтқан жыры. Ай мен Таңсық кім десеңіздер, Қозы Көрпеш Баян сұлу жырындағы Баянның әпкелері, олар өзінің ел жұртымен қоштасады. Себебі Қарабай үнемі бір қоныста тұрмай, тұрақтамай көшіп отырады. Сол кезде өздерінің елімен, жерімен балталы, бағаналы ел аман бол деп туған жерлерімен қоштасады. Міне осы қоштасу жыры міндетті түрде сұрақ ретінде келеді. Ал естірту және жоқтау үлгісі ең керемет үлгісін жасаған бізде Үмбетей жырау. Бөгенбай батырдың өлімін Абылай ханға естіртеді және сол Бөгенбай батырдың өліміне жоқтау өлеңін шығарады. Үмбетей жырау ол да сұрақ ретінде келеді. Көңіл айтуға байланысты көптеген аңыз деректер бар. Әсіресе бізге ең мысалы танымалы деп айтсақ болады, жаңа ғана атап өткен Ақсақ Құланға байланысты, яғни баласының қаза тапқан естірту мазмұны бар, және төсек тартып жатып қалған мысалы Абылай ханға байланысты жыр бар. Тәттіқара ақын баласы қаза тапқан кезде 18 жастағы көңіл айтып келеді. Қаншама адамдар көңіл айтып келсе де, Абылай орнынан тұрмай төсек тартып жатып алған болатын. Сол кезде Тәттіқара намысына тиеді. Яғни біз сені не үшін хан көтеріп қойдық? Сен бүкіл 300-дің қайғысын көтере алатын сондай азамат деп біз сені хан сайладық дейді. Ал сен болсаң бір ғана балаңның қайғысын көтере алмай жатсың деп, сөйтіп Абылайдың намысына тиіп орнынан тұрғызады. Міне осындай мазмұндағы көңіл айту жырлары да біздің әдебиеттің халық ауыз әдебиетінің байлығында өте көп кездеседі. Енді 5-ші топша бізде бата тілектер. Бұл топшаға байланысты жалпы орыс ғалымы Васильев зерттеу жүргізген және өзінің пікірінде батаға қатты таңғалыс білдіреді. Себебі Васильев айтады, мен дейді қазақтардың үйіне барсам, сол үйге қонақ болып келген адамдардың бәрі өзінің алғыс ретінде өлеңмен алғысын білдіреді екен дейді. Және ол бата тек қана сол асқа емес, әртүрлі мазмұнда болады дейді. Мысалы, жолға шыққанда жол батасы болады деген сияқты, әртүрлі жаңа шаңырақ көтеріп жатқан, отау құрып жатқандарға берілетін бата деген сияқты, әртүрлі мазмұндағы өлеңмен жазылған, ұйқаспен құрылған осындай ерекше бір алғысты білдіретін, ақ жол тілейтін, тілек мәніндегі сөздердің жиынтығы екен деп Васильев оған таң қалады. Яғни қазақтарды жалпы жаңағы қазақ даласының өзі ән салып тұрған сияқты деп Европа ғалымдарының өзі мойындаған ғой. Соны Васильев те көрсетеді. Яғни қарапайым ғана алғыстың өзін, тілектің өзін осындай ұйқасқа құратын қазақтың өнеріне тәнті болады. Міне осындай 5 түрлі топшадан тұратын ең бірінші халық ауыз әдебиетінің түрі ол тұрмыс салт жырлары. Енді келесі кезекте біз сіздермен ертегілерге тоқталайық. Яғни ертегілердің осыған дейін 4 түрі қарастырылып келген болатын. Ол қиялға жайып ертегілер, шыншыл ертегілер және осыған мазмұндас тұрмыс салт ертегілері. Содан кейін соңғысы хайуанаттар жайлы ертегілер. Енді қазіргі таңда Мұхтар Әуезовтың классификациясы бойынша ертегілер 3 топқа бөлінді. Тұрмыс салт ертегілері деген алынып тасталды. Себебі тұрмыста салтта қолданылатын нәрселер, тұрмыста салтта жүзеге асқан оқиғалар ол шынайы болу керек. Ол қалай қиялға құрылады деген оймен екеуі біріктірілді. Қазір тұрмыс салт ертегілері шыншыл ертегілердің бір тармағы ғана Мұхтар Әуезовтың классификациясы бойынша. Яғни бұл жерде ерекшелік, бірақ тұрмыс салт шынайы өмірде болғанмен сәл де болсын қиял қосылған. Жалпы қиял деген ол халықтың ой арманына, мақсатынан болашақта осындай болса екен деген тілегінен туған
сюжет болып табылады. Яғни мысалы тұрмыс салт ертегілеріне біз мақта қыз ертегісін алсақ, иә, мақта қызда дүкенші бар, сағыз бар, шынайы тұрмыста кездесетін атаулар, барлығы өмірде бар заттар, бірақ сәл болсын қиял бар. Өйткені ол жерде мысықтың құйрығын жұлып алады, кейін қайтарып беріп оны жабыстырады, және мысық пен мақта қыз сөйлеседі, жануар мен адамның сөйлесуі, немесе ағаштарға тіл біту, ол жерде сәл болсын қиял бар. Сондықтан бұны тұрмыс салт ертегілерінің ерекшелігі деп түсініңіздер. Ал шыншыл ертегілер, оған мысалы Аяз би ертегісі жатады, ол шынайы өмірде болуы мүмкін және данышпандық ойға құрылған туындылар және кейіпкерлері қарапайым шаруа адамдары. Енді қиял ғажайып ертегілер, біз айтқандай халықтың ой арманынан болашақта бір осындай ерекше заман тусы екен деген оймен басталады, және барлық ертегілердің барлығы сәтті аяқталады, барлығы бақытты болып аяқталады. Енді хайуанаттар жайлы ертегілер ең оңайы, себебі кейіпкерлер аңдар, құстар, жануарлар болады. Хайуанаттар деп өзі айтып тұр. Енді бізде мектеп бағдарламасына келетін болсақ, 5-ші сыныптың оқулығынан бастап ертегілер басталады. 5-ші және 6-ші сынып оқулықтарында сіздер халық ауыз әдебиетінің тармағы ертегілермен таныса аласыздар. Яғни ең бірінші ертегі, ол ең көп кездесетін, ол әрине Ер төстік ертегісі. Ер төстік ертегісінде басты кейіпкер әрине Ер төстік. Шығарма бірақ басталған кезде Ер төстіктің емес, Ерназардың әкесі, яғни Ер төстіктің әкесі Ерназардың тағдырынан басталады. Оның 8 ұлы болады. Және сол Ерназар бай болады, төрттілігі сай болады, 8 ұлы болады, перзентке зар болып жүрген жоқ, жаңа батырлар жырындағы сияқты. Бірақ осы шығарманың басында бір жұт болады. Жұт кезінде енді қаншама малдарды сақтап қалу үшін 8 ұлы сол малдарды шөбі шегін жерге алып кетеді. Сөйтіп шығарма басталады, және олар өздерінің ата-анасына, қартайған Ерназар мен бәйбішесіне жеткілікті мөлшерде жаңағы мал сойып, ет тастап кеткен болатын, бірақ өкінішке орай ол есептеген жаңағы еттері жетпейді. Уақыт өте келе олар азая бастайды, және бір күні мүлдем таусылуға жақындайды. Сол кезде Ерназар енді қинала бастайды, ұлдарым қашан келеді деп. Және қарап отырса шаңырақта ілініп тұрған бір төстікті көреді. Сөйтіп сол төстікті асып жегеннен кейін бәйбішесіне құрсақ бітіп дүниеге перзент әкеледі. Сондықтан төстіктің етін жегеннен кейін дүниеге келген күш-қуат бітіп туған бала деп оның есімін Ер төстік қояды. Және Ер төстік сағат күн сайын емес, сағат сайын емес, минут сайын өте тез жылдам өсе бастайды. Және ер жете келе ол өзінің ата-анасын асырайтын жағдайға жетеді. Ал жаңағы 8 ұлы туралы төстік басында білмейді, 8 ағасы бар екен. Кейін уақыт өте келе ол бір жаңа ойнап жүріп бір баланың шекесінен шертіп қалған кезде сол бала өліп қалады да, содан кейін оның анасы қарғыс айтады. Яғни сен осылай қаңғырып жүргенше өзіңнің қаңғырып кеткен 8 ағаңды тауып алмайсың ба деп. Содан кейін Ер төстік өзінің ағалары бар екенін біліп, оны анасынан сұрап, сөйтіп жолға шығады ағаларын іздеп, және ағаларын тауып алады. Ағаларының қайта алмай жүрген себебі олар жаңа жұт кезінде керемет шөбі шеген жерге жеткен, малдарын сол жерде өсірген, олар мың-қырық болып көбейіп, жаңа қаншама үйір жылқылар, табын-табын қойлар, көбейіп кеткен отар-отар қойлар, табын-табын нелермен. Енді бұларды қалай қайтарып алатын жолын білмей жүр екен. Елдіне қайтарайын десе, олар қалай айдау керектігін білмейді. Яғни айдаса, олар қайтып артқа қарай кетіп қала береді. Соның тәсілін төстік табады. Яғни ол бір жылқылардың бәрі бір айғырға ғана бағынады екен. Сол айғырды ұстап алып жүргеннен кейін бүкіл жылқылар барлығы артынан еріп келіп, сөйтіп аман есен еліне оралады. Әрине Ерназар қатты қуанып 40 күн ойын, 40 күн тойын жасайды. Сөйтіп енді Ерназар өзіне мақсат қояды, яғни 9 ұлын бір үйдің 9 қызына үйлендірем деп. Бірақ қаншама жерді араласа да, өкінішке орай бір үйден 9 қыз шықпайды. Сөйтіп бір үйге келіп отырған кезде керегесіне қараса 8 сырға ілініп тұр екен. Содан Ерназар жылай бастайды. Үй иесі түсінбей қалады, көңіліне жақпайтын бір нәрсе істеп қойдық па, не болып қалды деп жағдайды сұраса, Ерназар мен 9 ұлым бар еді дейді. Сол 9 ұлыма бір үйден 9 қыз іздеп жүредім, бірақ сіздердің үйде де 8 қыз бар екен, яғни бір қыз жеткіліксіз болып тұр деп қайғырады. Сол кезде үй иесі менің
8 қызым бір төбе болса, кенжекейім бір төбе, ол ерекше болғандықтан менің сырғаларын, оның сырғасын мына сырғаларға қоспаймын дейді. Яғни кенжекей деген есім пайда болды. Міндетті түрде шығарманы толық нұсқасын оқуға тырысыңыздар, және кейіпкерлердің есімдерін, сосын цифрларға қатысты деректер, жер су атауларына қатысты деректер және детальный мәліметтерге қатты назар аударыңыздар. Өйткені әрбір ерекше ақпараттар сіздерге сұрақ ретінде келетін болады ұлттық бірыңғай тестілеуде. Сонымен кенжекейдің ерекше қыз екендігін айтқан кезде Ерназар қатты қуанып кетеді. 8 ұлым бір төбе болса, ертөстігім бір төбе, онда сол кенжекейді ертөстікке қосайық деп, сөйтіп 9 ұлына бір үйдің 9 қызын алып беріп, бұлар жолға шығады. Және жолға келе жатқан кезде кенжекей өзінің үйіне адам жібереді. Яғни менің қалауым жаңағы құба інген дейді түйеден, және жылқының ішінен шалқұйрық. Осы екеуін беріңіз деп әкесіне өтініш айтады. Бірақ бірінші жіберген елшісін әкесі қайтарып жібереді, яғни мен оны өзім белгілі бір мақсатқа сақтап отырмын, бермеймін деп. Сосын кенжекей екінші рет тағы жібереді. Мен білем, сіз оны ең мықты деген, лайық деген ер азаматқа деп сақтап жүргеніңізді, яғни өзінің ер баласы жоқ қой, 9 қызы бар, сол бір ұл бала дүниеге келе ма деп армандап жүргеніңізді білем дейді. Бірақ сіз күйеу балаңыздың да ұл екендігін ескеріңіз. Егер ертөстікті сіз сондай ұлым деп қабылдасаңыз, ертөстіктің осындай ер азамат екендігіне күмән келтірмесеңіз, онда осы менің сұратқанымды беріңіз дейді. Әкесі әрине күмән келтіруге немесе ұлым деп қабылдамаймын деп айтуға батыл емес, енді олай айта алмайды. Сол себептен тілеуін орындайды кенжекейдің, сөйтіп құба інгенмен шалқұйрықты беріп жібереді. Және тағы да бір ақпарат айтады. Яғни сендер кетіп бара жатқан жолда Сорқұдық деген жер болады дейді. Сол Сорқұдықтың басына қонбаңдар деп ақыл айтады. Және осы кеңесті кенжекей өзінің енді қайнатасына Ерназарға адам жұмсау арқылы жеткізеді. Сорқұдықтың басына қонбайық деп. Бірақ бұлар Сорқұдықтың басына келген кезде кеш батады. Кеш батқаннан кейін Ерназар жаңа түсіп жатқан келін менің отбасыма, шаңырағыма билік айта алатындай ол кім еді деп, оның сөзін тыңдамаймыз, қонамыз болды деп сол жерге қонақтайды. Және расымен осы сор деген сөздің мағынасын білесіздер, жамандық деген сөз, өзі бір сорлы адам екен деп айтамыз, яғни үнемі басына бір қайғы түсе беретін сондай адамдарды. Сол Сорқұдықтың басына сорға бола қондатам деген жолдар бар. Ол кенжекейдің аузынан шығады. Яғни осы Сорқұдыққа қонғаннан кейін келесі күні құба інген жоғалып кетеді. Оны іздеуге Ерназар шыққан кезде жаңағы бауы бір неге ілініп тұр екен ағашқа. Соны алайын десе, қасында бір қария әже отыр. Әже ананы алып беріп жеріңші десе, отырсам тұра алмаймын, тұрсам отыра алмаймын, өзің ал дейді. Содан Ерназар түсіп ала берген кезде жаңағы мыстан кемпір екен, шап беріп тамағынан ұстай алып қылқындыра бастайды. Әбден жанын көзіне көрсеткен кезде Ерназар өзінің жанын сақтау үшін оған айырбасы ретінде үйір-үйір жылқысын ұсынады, отар-отар қойын ұсынады, жаңа табын-табын малын ұсынады. Бірақ мыстан кемпір оның ешқайсына жанын айырбастамай, одан әрмен қинай түседі. Сол кезде ол өзінің 8 ұлын ұсынады. Одан әрмен мыстан жаңа жанын қинай бастаған кезде, әбден жаны шығып бара жатқан кезде, жалғыз ерекше ұлым ертөстікті берейін дейді. Сол кезде ғана мыстан босатады да, енді оны қалай маған тастайсың, өзің амалын тап дейді. Сөйтіп, бұл мыстан кемпірді жұмсаған негізі кейіпкер бізде Бекторы, перінің қызы. Себебі ол ертөстікке ғашық болатын, ал ертөстіктің кенжекейге үйленіп жатқанын естігеннен кейін ол қатты ашуланып, осы мыстан кемпірді жіберген болатын, оның жанын алуға. Сөйтіп, мыстан кемпірге енді Ерназар уәде беріп қойды, өзінің баласын беретін болып, және оған айла ретінде мен осы жерге егеуді тастап кетем, яғни ертөстіктің құралы, соны ертөстік іздеп келгенде өзің ұстап ал дейді. Және бұны алдын ала кенжекей болжап, ертөстікке ескерту жасайды, алдап қашудың амал тәсілдерін айтады. Сонымен ертөстік расымен егеуді іздеп келген кезде жаңа мыстан кемпірдің отырғанын көреді. Сосын оны алдау үшін, әже, ана артыңыздағы қыздар сіздікі ма деген кезде, кемпір қандай қыздар деп артына қарап қалған кезде ертөстік өзінің егеуін алып қашады. Және осы кезде шалқұйрықтың ерекшелігін байқауға болады. Яғни шалқұйрық есіне сондай адал,
бетегеден биік, жусаннан аласа болып икемделе қалады да, сөйтіп ер төстік алып қашады. Оның артынан мыстан қуып келе жатқан кезде жаңағы жер астан кестең болып, жер екіге айырылып, екеуі де жердің астына түсіп кетеді. Сөйтіп мыстан сол жерде өледі, ал ер төстік пен шалқұйрық жер астына түскеннен кейін шалқұйрыққа тіл бітеді. Бұл да қиял ғажайып ертегінің ерекше бір деталі, яғни жануарларға тіл біту, иә. Сонымен шалқұйрыққа тіл бітеді да, ол осы жерде, жер астында Жылан Бапы деген ханның елі бар екендігін айтады. Жылан Бапы хан, және осы ханның еліне жеткен кезде ер төстікті сынау үшін алдынан қара, сұр және сары жыландардың шығатынын айтады. Олардың аяғынан кіріп, яғни қонышынан кіріп, мойнынан шығатындығын, денесін аралайтындығын айтады. Сол кезде ер төстіктің ешқандай сескенбеу керектігін ескертеді. Сонымен ер төстік барлық шартты орындап, жаңағы төрге дейін жеткен кезде жаңағы сары, сұр және қара жылан болып жүрген ол Жылан Бапының ұлдары, ұлы қызы және бәйбішесімен өзі болып шығады. Олар өздерінің адам қалпына келеді және ешқандай сескенбей келген ер төстікке таңғалып, оған шарт қояды. Яғни ер төстік оларға өтініш жасайды ғой, мені жер бетіне шығаруға көмектесіңдер деп. Мен саған жер бетіне шығатын жолды көрсетем, бірақ шартым, онда сен маған осы жердің астында Темір деген хан бар дейді, сол Темір ханның қызын алып кеп бересің дейді. Сөйтіп Темір ханның қызын алып келу үшін төстік жолға шығады. Ол жолда міне таусоғармен, желаяқпен және көптеген саққұлақ сынды ерекше қабілетке ие, сондай қиял ғажайып әлемде ғана өмір сүретін, шынайы әлемде кездеспейтін кейіпкерлермен жолығады, олармен дос болады, көптеген сынақтардан өтіп, Темір ханның қызын алады. Және оны алып келгеннен кейін Жылан Бапы өзінің сертінде тұру керек. Ол өзінің қызын береді және көптеген құлдар мен күңдерді беріп, ұзақ жолға қажетті азық-түліктерін беріп жібереді. Бірақ бұлар жер бетіне шығатын жол өте алыс, соған жетем дегенше барлығы қаза табады, жаңағы азық-түліктердің бәрі таусылады және тек қана 2 адам жетеді ол жерге. Ол Күңке деген күң және ер төстік болатын. Содан бұлар жер бетіне жақын жерге келген кезде бәйтеректі көреді. Ол бәйтеректің басында самұрық ұя салған екен. Самұрық құс және оның балапандарын жылан жейін деп жатады. Ол көптеген аңыздарда кездеседі, білесіздер. Сол жыланнан құтқарып қалғаннан кейін самұрық құс келіп, ер төстікке ризалық ретінде оны жер бетіне шығарады. Және жер бетіне шыққан кезде оны Шойынқұлақ күтіп тұрған болатын. Шойынқұлақ кім десеңіздер, ол бағана өліп қалған Мыстан кемпірдің баласы. Оның Бектөрі айтқан, сенің анаңды ер төстік өлтірді және осы жерден жер бетіне шығады, сен оны ұстап алып өлтіруің керек деп. Сол себептен кек алу үшін Шойынқұлақ ер төстікті ұстап алып, оны зынданға тастайды. Зынданға түскен кезде ер төстік әрине жарақаттанған болатын. Бірақ оған дейін самұрық құс өзінің бір тал қауырсын жұлып берген болатын, яғни қандай қиыншылыққа тап болған кезінде бір рет көмектесуге дайынмын деп. Осыны тұтатсаң болды деп. Сөйтіп шалқұйрықты кісендеп тастайды да, ер төстікті зынданға салды, өзі Күңкені жұбай ретінде алады. Сөйтіп уақыт өте келе ер төстік сәл жарақатынан жазылғаннан кейін самұрық құстың қауырсыны есіне түсіп, оны тұтатып самұрық құсты көмекке шақырады. Бірақ самұрық құс, мен күшім Шойынқұлаққа жетпейді, оны жеңетін жалғыз жол оның жаны бойында емес дейді. Соны сен табуың керек, жаны қай жерде екен дейді. Сөйтіп ер төстік айла ұйымдастыра бастайды, яғни оның жанын сұрауға. Сөйтіп Күңкеден ол балалы болған болатын, сол баласын жылат дейді, түнде шымшып, содан жаңағы жаны қай жерде екен сұрап алайық дейді. Сонымен Шойынқұлақтың жаны өзінің бойында емес, бір бұлақтың бойына еліктер келеді дейді, сол еліктердің біреуінің ішінде дейді. Сөйтіп ол елікті өлтіргеннен кейін ер төстік жаңағы бір қобдиша сандық тауып алады, соның ішінде 9 жұмыртқа, 9 балапан бар екен. Соның әрқайсының басын жұлып келе жатады да, соңғысы қалған кезде оны қалдырып үйге келсе, Шойынқұлақ ауыр халде өлейін деп жатыр. Бірақ ол ер төстікті көрген кезде қалай ғана босанып кеттің деп ашумен атып тұрып, сөйтіп екеуі күресе бастайды. Олар 3 күн 3 түн күрескен кезде Шойынқұлақтың күші көбейе бастайды да, керісінше ер төстік әлсіреп шаршай бастайды. Енді әбден Шойынқұлақтың күші көбейіп, ер төстік жаңағы күші жетпей бара жатқан кезде Күңкеден көмек сұрайды. Соншама жолдан жер астынан бірге шыққан, жаңа серігім едің ғой, өзің жәрдем өте бер деп.
Содан күнке жаңағы сандықты ашып қараса, жаңағы бағана жұлып алған бастар қайттан шыға бастаған екен. Енді бір ғана бас жеткіліксіз, егер ол шықса, шойынқұлаққа ешкімнің күші жетпей кетейін деп тұр екен. Содан күнке жанталасы жаңағы балапанның бастарын жұлып-жұлып, сөйтіп өлтіріп шойынқұлақтың жанын шығарады. Міне осылай жеңіске жеткеннен кейін ер төстік аман есен өзінің еліне оралып, күнкеге жолығып, сөйтіп шығарма бақытты аяқталады. Шығармада міндетті түрде сіздерге кейіпкерлердің есімі, міндетті түрде батырлардың болсын, осындай қиял ғажайып ертегілердегі басты кейіпкердің тұлпарының аты сұралады, және міндетті түрде жер су атаулары. Мына жерде Сорқұдық деген және жер асты әлемі деген түсінік бар, иә. Бұл бірінші ертегі. Енді екінші ертегі бізде 5-ші сынып оқулығында кездесетін ертегі. Ол бізде Керқұла атты Кендебай ертегісі. Яғни бұл да қиял ғажайып ертегілердің тобына жатады. Негізгі басты кейіпкер Кендебай. Кендебайда Қазанғап деген, бірақ бұл бай емес, Қазанғап деген адамның баласы болады. Қазанғап ұзақ уақыт бойы перзент сүйе алмай жүреді. Ол өзі мерген болады, ерекшелігі. Және әйелі аут оқып, екеуі солай күн көріп жүрген. Кейін Қазанғап балалы болғаннан кейін, Кендебай дүниеге келгеннен кейін, ол әкесіне көмектесіп, бұлар аңшылықпен өздерінің күнін көріп, және Кендебайдың мергендігі бүкіл халыққа тарап, осылай күн көріп жүреді. Және бір күндердің күнінде Кендебай аңшылықтан келе жатса, бір қасқыр бір биені жарып жейін деп жатыр екен. Ол биені құтқарып, жаңағы қасқырды өлтіргенмен бие іші жарылған, енді бәрібір өлейін деп тұр. Сондықтан оның ішіндегі құлынын аман алып қалады да, ол құлынға өзі құланның сүтін беріп, бұл детальный сұрақ, яғни ОБД-да сұрақ болады. Кендебай Керқұласын қалай өсіреді? Құланның сүтін беріп өсіреді. Құлан деген жабайы жылқы. Сондықтан жабайы жылқының сүтін еміп өскендіктен ол ерекше тұлпар болады. Және осы Керқұласымен бірге Кендебайдың аты шығып жүрген кезде, ол тағы бір күні аңнан қайтып келе жатып, тазша балаға жолығады. Яғни басы таз, жылап отырған баланы көріп, не үшін жылап жатқанын сұраған кезде, ол өзінің әкесі нен айырылғандығын айтады. Яғни әкесінің есімі Мергенбай. Жалпы ертегіде мынандай үзінді кездеседі. Яғни әкеңнен айырылғаның, анаңнан айырылғаның, ол барлығынан ең қиын жағдай екендігін көрсететін үзінді келтіреді. Яғни әкеден айырылу деген, иә. Себебі Мергенбай деген батырдың баласы екен, бұл тазша бала, және сол Мергенбайды бір ұйықтаса, ұзақ ұйықтайтын кезінде белгісіз бір жаулар келіп алып кеткен. Оған қарсы шыққан анасын қосып алып кеткен. Анасынан да әкесінен де айырылған бала қазір енді бір байдың қойын бағып, сөйтіп күн көреді екен. Бірақ ол бай оған дұрыс өтемін де төлемейді. Сөйтіп қиналып жүрген шағында Кендебайға жолыққан. Кендебай енді осы баланың мәселесін шешу үшін оған әкесі мен анасын қайтарып беруге уәде береді. Және ұзақ уақыт өте келе және осы кезде бала өзінің қосына, яғни қойшылардың қосына Кендебайды шақырады. Кендебай қосқа бірінші келіп қояды да, жаңа қойшы бала артынан келеді. Сосын бірақ ұзақ уақыттан кейін келеді. Сен қайда жүрсің деген кезде ол шындықты айтпайды. Солай 1-3 күн қайталанғаннан кейін оқиға Кендебай баладан жаңа сұрайды жақсылап, сен не себептен кешігіп жүрсің деп. Сол кезде бала айтады, осы жерге бір аққулар келеді, және олар Кендебай деген кім деп іздейді дейді. Сол кезде мен Кендебаймын деп атып шықсам, олар мені жаңа шоқып ұшып кетеді дейді. Сосын Кендебай таңғалып, ол аққуларды өзім көрейін деп соңғы күні өзі барса, расымен бала айтқандай аққулар ұшып жүр екен. Және сол аққулардың ең кішісінің Кендебай менмін деп атып шығып, біреуін ұстап алған кезінде оның кебісі бар екен. Сол кебісі Кендебайдың қолында қалып қояды. Содан Кендебай енді жолға шығады. Осы мәселелердің барлығы оған қызықты болып, шиеленісті болып кетті. Сонымен ол баланың әкесі мен анасын құтқарып әкелуге уәде беріп жолға шығады. Және жолда келе жатқан кезде бұл Кендебайдың да тұлпары Керқұла сөйлейді, тіл бітеді. Және ол айтады, осы жақта бір перінің елі бар дейді. Және сол жерден сен Мергенбайды табасың, бірақ қазір сен ол елге сіңіп кету үшін осы жерде бір табыншы бар дейді. Яғни сиыр бағып жүрген, ол өзі құл дейді, қаншама уақыттан бұрын қолға түскен сондай тұтқын дейді. Сен соны босатып, ақысын беріп жібер, және оның орнына өзің сиыр бағып солай сіңіп кет дейді. Сөйтіп Кендебай сиыр бағушы болып
ол елге барады, бірақ елге барған кезде бір өзен болады, өзеннің арғы бетіне өтейін десе сиырлар үркіп өтпейді. Содан ашуланған Кендебай сиырларды ұстап алады да бір-бірден арғы бетке лақтыра бастайды. Сол кезде жаңа ханның кіші қызы шығып келеді да, сен есіңнен алып жатқансың ба, күнделікті айтып жүрген сөзді неге айтпайсың, яғни айырылғырдың суы айырыл деп неге айтпайсың дейді. Бұл міне тағы да кілттік сөз. Айырылғырдың суы айырыл деген сөз. Сол сөзді айтқан кезде жаңағы өзен өзінен өзі екіге айырылып, жол ашылады, содан сиырлар арғы бетке өтеді. Содан Кендебай түсінеді, бұлар перінің елі, яғни жай ғана қарапайым адамдар емес, ерекше сондай ел екендігін. Және ол елге сіңісе бастаған кезде осы елдің ханы өзінің ұлдарына тапсырма береді. Яғни ол ханның биесі құлындайын деп жатыр екен, 10-шы құлын туайын деп жатыр, және ол үнемі жоғалып кете береді дейді. Сол құлынды сендер күзетіңдер деп ұлдарына тапсырма береді. Кендебай олармен бірге күзетеді. Түнде әрине ханның ұлдары ұйықтап қалады, ал Кендебай күзетіп отырса, бір қара бұлт болып үлкен құс келіп, немесе бір деректерде дәу деп береді. Бұл вариантты, яғни халық ауыз әдебиеті болғандықтан, әйтеу бір қара түнек келіп, жаңадан дүниеге келген құйрығы алтын, жалы күміс құлынды көтеріп алып кетеді. Сол кезде Кендебай жармаса түседі да, оның құйрығын жұлып алып қалады. Содан келесі күні хан сұраған кезде, әрине ұлдар ешқандай бұндай оқиға болмағандығын айтады. Кендебай сол кезде өзінің дәлелін құйрықты алып шығып, жаңағы құлынның дүниеге келгендігін дәлелдеп береді. Сол кезде енді хан бұларға тапсырма береді, құлынды тауып алып келуге. Сонымен Кендебай және ханның ұлдары жолға шығады, ұзақ қиыншылықтардан өтіп, оның жолында көптеген кедергілер кездеседі, яғни ол арыстан, жалмауыз кемпір және жеті басты айдаһар. Солардың барлығын жеңгеннен кейін құлындар тұрған жерге жақындаған кезде тағы да Керқұласы бұған көмектеседі. Яғни сен бұл құлындарды алып кету үшін олардың су ішетін науасын өзіңмен өңгеріп ал дейді. Сол кезде ғана олар сенің артыңнан ереді, әйтпесе оларды айдап алып кете алмайсың деп. Сөйтіп Кендебай жаңағы құлындарды, 10 құлынның барлығын алып келеді. Алып келгеннен кейін хан енді қалағаныңды ал дейді. Сол кезде Кендебай менің екі ғана мақсатым бар дейді. Бірінші мақсатым мына кебістің иесін табу дейді, кебісті көрсетеді. Екінші мақсатым мен Тазша балаға берген уәдем бойынша оның әкесі мен анасын еліне алып баруым керек дейді. Сол кезде хан айтады, онда сенің қалауыңды орындамас бұрын мен саған тағы 3 шарт қоямын, соны орындасаң қалауыңның барлығын жасаймын дейді. Яғни ол қандай шарт дегенде, мына құлындарды алуға бара жатқан жолда кездескен кедергілерді жою екен. Сонымен олардың барлығын өлтірген кезде Кендебай өзіне белгілі бір дерек салып отырған, яғни біреуінің терісін кесіп алған деген сияқты. Соларды көрсетіп, қоржыннан шығарып өзінің оларды жеңгендігін дәлелдейді. Сонымен хан уәдесінде тұрып өзінің кіші қызын беріп, және Мергенбай мен оның әйелін босатады. Жалпы Мергенбайды ұстау себебіміз дейді, сені өзіміздің елімізге алдыртқымыз келген себебі жаңағы 3 кедергіні, яғни жалмауыз мыстан кемпірді, жеті басты дәуді және арыстанды жеңетін жалғыз сен болдың дейді. Сол себептен сені алдыру үшін біз сенің еліңдегі мықты батыр Мергенбайды жеңе алмай жүрдік, соны бірінші қолға түсірдік дейді. Ал екінші кезекте біз алдап арбап қолға түсіру үшін өзіміздің қыздарымызды жібергенбіз дейді. Яғни 6 аққу болып келген сол ханның қыздары екен. Сол деректерді айтып, жаңағы шартты орындайды. Сонымен Кендебай өзінің еліне аман есен оралып, Тазша баланы отбасымен қауыштырады және өзі сол жерге ел құрады. Ол ел Кендебай елі деп аталып кетеді. Міне шығарма осылай тағы да жақсылықпен аяқталады. Енді үшінші ертегі бізде шыншыл ертегіге жатады, яғни ол Аяз би ертегісі. Енді Аяз би ертегісінің ерекшелігі шыншыл ертегіге жататын болғандықтан, бұл жерде кейіпкер шынайы өмірде кездесетін жай ғана шаруашыл адам. Бұл жерде шығарма Аяз би деп аталғанымен негізгі кейіпкердің есімі Жаман. Себебі шығарма басталған кезде Мадан деген хан болады, және ол хан өзінің қырық уәзіріне тапсырма береді. Яғни сендерге белгілі бір уақыт ішінде дүниедегі ең жаман шөп, ең жаман құс және ең жаман адамды тауып алып келіңдер деген тапсырма беріледі.
ұзақ уақыт ақыл кеңестердің нәтижесінде олар шөңгені және қырғауылды таңдайды құс пен шөптің жаман ретінде. Сөйтіп енді келе жатса, жолда бір қой бағып жүрген адамға жолығады. Өзін үсті тоз-тозы шыққан, жасы 50-ге келген сондай адам екен. Оған осы жағдайды айтқан кезде, ол сендер дұрыс таңдау жасадыңдар, яғни өмірдегі жаман адам мен болам, және есімім де жаман деп сөйтіп жаңағы уәзірлерге ереді. Бірақ жолда ол құс пен шөпке байланысты шешімдерін өзгерткізеді. Оның айтуы бойынша Қарақоға және Сауысқан алынады. Сөйтіп елге жеткен кезде хан мен де сендер шеңгемен қырғауылды әкеледі деп ойлаған, не себептен Қарақоға мен Сауысқанды әкелдіңдер деп таңғалады. Енді бұның жауабын әрине жаманның өзі айтсын, себебі оны өзгерткізген жаман дейді. Сөйтіп жаман айтады, шеңге қанша жаман тікенек сондай шөп болса да дейді, ол отқа жағуға жарамды, яғни оның қызуы бар дейді. Тоңған кезде жылынуға болады. Ал Қарақоға не мал жемейді, не отқа жанбайды, бықсып жатып алады, ешқандай пайдасы жоқ дейді. Ал қырғауыл түрі жаман ұсқынсыз құс болып көрінгенмен, оның етін жеуге болады дейді. Ал Сауысқан өзінің сырты сияқты қарала, іші де сондай қарала, құстардың бәрінің арасына сондай ірткі салып жүретін сондай құс. Ол ең жаман құс деп шешім айтады. Содан хан қатты таңғалады, себебі оның ойындағы жауаптан мүлдем басқа жауап және өте сондай ойлы шешім шығарды. Енді хан жаманды сынау үшін оған айтады, сен өзіңді жаман адаммын деп неге алдың дейді. Себебі дейді, мен 50 жасқа келгенше не отбасын құрған жоқпын, яғни әйелім жоқ дейді, және ешқандай менің материалдық байлығым, үйім, баспанам, ештеңем жоқ, ештеңе жасай алмадым дейді. Және осындай менің жасымда келген адамдардың отбасы, бала-шағасы, материалдық жағдайы бәрі жасалған, мен ештеңе жасамадым, жарты ғасыр өмірімде дейді. Сондықтан мен жаман адаммын дейді. Сонымен хан ол уәжіне де келіседі, және жаманды сынау үшін мен саған сынақтар берейін дейді. Бірінші сынағы оның тұлпарын сынау керек болады, екінші сынағы гауһар тасты сынау керек болады, және үшінші сынағы Мадан ханның тегін сынау керек болады. Және осы сынақтардың барлығынан жаман өтеді. Яғни оның жылқысының сиырмен шатыс екендігін айтады, және гауһар тастың ішінде құрт бар екендігін айтады, және Мадан ханның тегі ешқандай хан емес екендігін айтады. Бұл кезде Мадан хан қатты таңғалады, себебі жаңағы екі сынағы аман есен өткен кезде оның барлығы тексеріп рас екендігіне көзі жеткен болатын. Ал үшінші өзінің тегіне байланысты айтқанына Мадан хан қатты ашуланады, себебі ол өзінің атасын, әкесін барлығын хан деп ойлап жүрген. Сонымен ол мен қазір анамды шақыртам, егер сенің айтқаның өтірік болса, осы жерде басыңды аламыз дейді. Сөйтіп патшайым келген кезде, патшайым мен біреудің өліміне себепкер болғым келмейді, сондықтан шындықты айтайын деп шындықты айтады. Яғни ол жерде Мадан ханның арғы атасы болып саналып тұрған Зәрлі деген хан, яғни патшайымның жұбайы, көптеген әйелдерді өзіне жар етіп алған, және сол әйелдерден дүниеге келген ер адам, ер бала болмағандықтан, қыз бала дүниеге келгендіктен сол әйелдердің барлығын өлім жазасына кесіп отырған екен. Содан кейін мына қазіргі Мадан ханның анасы болып тұрған әйел, яғни патшайым, өзінің аяғының ауыр екендігін білген кезде қатты қорқыныш пайда болады. Себебі мен де қыз бала дүниеге келсем өмірімнен айырылам деп. Және сол кезде наубайшының әйелінің де аяғы ауыр екенін білген патшайым өзінің өмірін сақтап қалу үшін онымен құпия келісім жасайды. Яғни сен ұл бала дүниеге әкелсең айырбас жасаймыз деп. Және тәуіпке көрсеткенде өзінің ішіндегі қыз бала наубайдың әйелінің ішіндегі ұл бала екендігін білгеннен кейін осы жоспарды құрады. Және Зәрлі хан алыс жолға бір аңшылыққа шығып кеткен кезде наубайшының әйелі де жаңағы патшайымда бір уақытта босанады. Олар ешкімді кіргізбей, бірінің кіндігін бірі кесіп, баланы мен өзімнің қызымды оң қолыммен беріп, сені сол қолыммен алдым дейді. Яғни сол айырбас жасадық дейді. Және мен сол наубайшының әйеліне, яғни сенің туған анаңа өмірінің соңына дейін барлық материалдық қажеттіліктерін өтеуге уәде бердім дейді. Сөйтіп сені айырбас жасағаным, сол үшін кешірім сұраймын деп патшайым шындықты айтады. Енді Мадан хан бұл жерде ештеңе жасай алмай, былайша айтқанда шоқ болып қалады, ол өзі ешқашан ойламаған. Сосын бұны қайдан білдің, менің тегімнің бірде біреуінде хандық биліктің болмағандығын қайдан білдің деп жаманнан сұраған кезде, сіз мен бірінші сарайға кіргенде нан ұсындыңыз, содан білдім деп жауап береді.
Содан шығарманың соңына дейін Мадан ханның көптеген сынақтарынан жаман аман есен өтеді, және ең соңғы сынағы жалпы қырық уәзірге тікелей байланысты болады. Себебі қырық уәзір жалпы Мадан хан мен жаманның арасындағы достықтың ұлғаюынан қорқады да, оған көптеген зиян келтіре бастайды. Сондықтан Мадан хан оны басқа бір елге жіберуге тура келеді. Себебі өз елінде ұстаса, оған 40 уәзір жамандық жасауы мүмкін. Себебі ондай жамандықтардың бірі жаманның әйелімен тікелей байланысты болады. Яғни ол Меңдісұлу, ол Уәлі деген байдың қызы болады. Және ол өзі 15 жасынан бастап өзіне жарыз деген, 20 жыл бойы жарыз дейді, 35 жасқа келіп отыр екен. Сол уақыттың ішінде оған ешқандай тең келмейді, себебі ол қандай да бір жұмбақ жасырады, оны ешкім шеше алмайды. Және әрине ол жұмбақтың шешімін бізде жаман шешеді, сөйтіп Меңдіні өзіне жар етіп алған болатын. Ал қырық уәзір оны көре алмай, ханның арасына, екеуінің арасына ірткі салады. Бұл бірінші ірткі, одан кейін де көптеген жаңағы араларына түседі. Сондықтан хан бұл екеуін, Меңдісұлу мен жаманды аман сақтап қалу үшін оны басқа елге жібереді. Бірақ уақыт өте келе өзімен тең дәрежеде ақыл кеңес бөлісе алатын адамдардың жоқтығына байланысты хан қапаланады да аңға көңілін сергіту үшін аңға шығады. Және сол жерде ол бір қарияға жолығады. Қарияға 3 сұрақ қояды. Бірінші, сіздің жаңағы таудың басын қырау шалғалы қанша уақыт болды дейді. Таудың етегіне қырау шалғалы қанша уақыт болды дейді. Және бұл жерден бұлақ аққалы қанша уақыт болды деп сұрайды. Ол таудың басын қар шалғалы дегені ол шашына ақ кіргені, ал таудың етегі дегені ол сақалын ақ кіргені, және бұлақтың ағу деген ол көзінен жас ағу. Яғни қартайған белгілерін сұраған қанша уақыт болды деп. Оны уәзірлер әрине түсінбейді. Және енді Мадан хан қарияға сұрақ қойған болады, тағы да сұрақ қояды. Яғни менің бір 40 қазым бар дейді. Соны қалай жөнге салуға болады дейді. Сол кезде оны жөнге салатын адамы табылса, айласын табуға болады ғой деп қария айтады. Сол кезде Мадан хан айтады, онда сол 40 қаздың дейді. 40 қаздың ең бірінші шарты қанын шығармай сойу керек дейді. Қанын шығармай сойу керек дейді қаздарды. Екіншісі, жүнін ауыртпай жұлу керек дейді. Үшіншісі, оны күйдірмей пісіру керек дейді. Осындай шарттарды орындай алатын адам бар ма екен дейді. Содан қария жаңағы табылса, ол адам табылса, шешімін кез келген уақытта табады дейді. Сонымен жолдан жаңа қариямен қоштасып кеткеннен кейін жолда келе жатып қырық уәзір таңғалып, жаңа екеуіңіздің араңызда қандай әңгіме болды, біз түсінбедік деген кезде Мадан хан бастапқы қарияның жаңағы шашының ағарғаны, сақалының ағарғаны, көзінен су аққандығы туралы өзі айтады. Енді дейді, қалған жаңағы қаздарға байланысты менің жұмбағымды сендер тауып келіңдер, егер таумасаңдар бастарыңды алам дейді. Енді уәзірлер өздерінің өмірін аман сақтап қалу үшін қанша ойланса да оның шешімін шығара алмайды. Содан кейін жаңа басқа елге көшіп кеткен жаманды іздеп барып, одан көмек сұрайды. Ал жаман болса, мен егер осы шешімді тапсам, сендер ешқандай намыстанбай және өкінбейтін болыңдар дейді. Сонымен уәзірлер, өкінбейміз, біздің өмірімізді аман сақтап қолсаң болды. Себебі Мадан хан өте ашулы, осы жолы бізді міндетті түрде өлтіретін сияқты, бізге тірі қалу керек дейді. Сонымен онда мен сендерге шарт қоям дейді, әрқайсың астыңа мінген жаңа тұлпарларыңды сойыңдар дейді. Сөйтіп біреуін ғана алып қалады, 39 жылқыны сойдырып, оның етін өздерінің үстіне киіп жүрген шапандарына, киімдеріне пісірткізіп, сөйтіп жеп алады да халыққа таратып, бір ғана тұлпарды жаман өзі мініп, 40 уәзірді алдына салып айдап алып келеді. Сонымен елге келгеннен кейін жаңағы жаманды көрген Мадан хан қатты қуанып, той жасап, уәзірлерді ұмытып кетеді. Ал уәзірлер болса іштей қызғаныш, реніш пайда болып жатыр. Бірақ ұзақ уақыт өте келе осы реніштің пайда болғандығын түсінген жаман барлығын жинатқызып, енді мен жұмбақтың шешімін айтайын дейді. Яғни біріншісі қанын шығармай сою деген, ол қазақ үшін және жалпы ер азаматтар үшін ең бастысы намыс, Яғни ойлаңыздаршы, мына жақта бір жаман
бүкіл уәзірлерді мал сияқты айдап әкеле жатыр. Еще үстіне киген киімдері жоқ, аяқтары жалаң аяқ, бас киімдері жоқ, шапандары жоқ, жалаң бас, жалаң аяқ оларды айдап алып келді. Ал айдап алып келу бүкіл халық оларды көріп тұр, оларға намыс ар, иә. Яғни ол қан шығармай сою дейді. Жүнін ауыртпай жылу деген ол үстіндегі киімдерін шешу болатын. Сосын күйдірмей пісіру деген ол бағанағы астарынан білінген тұлпарларын пісіріп жеді ғой, яғни етті халыққа таратты, сол болатын. Міне осындай шешімді шығарғаннан кейін Мадан айтады, сен ерекше данышпан адамсың, осы таққа менен гөрі сен лайықсың, мына тақты сен ал деп өзінің тағын түсіп береді. Ал жаман болса әрине бастапқыда одан бас тартады, бірақ Мадан ханның шешімінен өзі бас тартпайды. Сондықтан және бұл таққа лайық адам сенсің деп оған бірнеше деректер келтіргеннен кейін Аяз би ханның ұсынысынан бас тарта алмай таққа отырады, және ол хан болып тұрған кезінде өзінің өткен өмірін ұмытпас үшін кіреберіс несіне өзінің ескі тонын және асай таяғын іліп қояды екен. Сонымен қатар бізде Аяз би әліңді біл, және құмырсқа жолыңды біл деген тіркес пайда болған. Бұл тіркес, яғни Аяз бидің өзінің өткен өмірін ұмытпай, үнемі есіне түсіру арқылы билікке, байлыққа құмар болып кетпеу деген түсінікті білдіреді. Сонымен құрметті оқушылар, бүгінгі сабақта біз сіздермен халық ауыз әдебиеті ұғымымен таныстық, және халық ауыз әдебиетінің ерекше тармақтары, тұрмыс салт жырларымен, сонымен қатар ертегілер ұғымымен таныстық. Келесі кездескенше сау болыңыздар.